Күн жүйесінің құрамында 160-тан аса табиғи серіктер бар. Олар ғаламшарды айналады. Юпитердің Ганимед және Каллисто сияқты кем дегенде 63 серігі бар. Бізге ең танысы сонау алыс әлемде емес, біздің ғаламшарымызды айналып тұратын Ай. Оның толық айналып шығуына шамамен 28 тәулік қажет. Бұл уақыт бізге бір туар ай ретінде белгілі. Диаметрі 3500 шақырымға тең ай, шамамен жердің 1/4 бөлігіндей. Өзі айналатын жердің көлемімен салыстырғанда, ай күн жүйесіндегі ең үлкен серіктердің бірі болып табылады. Аспаны ашық түндерде ең жарық объект ай. Алайда ол жұлдыз емес. Ай шаң тозаңнан тұратын қарапайым тау жынысының жиынтығы. Оның жарық болып көріну себебі күн сәулесінің ай бетіне шағылуында. Түнгі аспанда оның пішіні өзгеріп отырады. Бұл бізге ай фазалар ретінде белгілі. Бұл өзгерістер айдың бетіне түскен көлеңкемен байланысты. Оның жерді айналу кезінде біз оның күнмен шағылған бетін ғана көре аламыз. Ай осы циклмен шамамен 29,5 күн сайын өтеді. Айдың бетінде құйрықты жұлдыздар мен астероидтар құлауынан кратерлер пайда болған. Айдың айналасындағы атмосфера қабаты өте жұқа болғандықтан, бұл кратерлер ауа райы әсерімен жойылып кетпейді. Құрғақ әрі кедір бұдырлы бұл бедер адам баласы араласпай жақын уақытта өзгеріске ұшырамайды. Бұл күн жүйесіндегі адам баласы аяқ басқан жалғыз орын болып қалуда. Шамамен 384 мың шақырым қашықтықта жатқан айға адамзат баласының қадам басуы біздің ең үлкен жетістіктеріміздің бірі.